Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі бізде квадрат функция тақырыбын бекіту сабағы болып табылады. Жалпы біз осы уақытқа дейін квадрат функцияның көптеген қасиеттерін өткен болатынбыз. Біз бірінші сабақта квадрат функцияның жалпы төбесінің координатасын, яғни m мен n-ді табуды үйренген болатынбыз. m және нені? m-ді. m мен n-ді. m-нің формасы қандай? Минус b бөлінген 2a еді. Екінші n-нің формасы қандай еді бізде? n-нің формасы минус алымында b квадрат минус 4a көбейтілген с бөлімінде 4 көбейтілген a еді. Бұл төбесінің координатасы еді. Біз осыны табу арқылы квадрат функцияның бүкіл қасиеттерін табуды үйрендік. Енді біз жалпы соны бүкіл қасиеттерді бір есепке кіргізіп шығарып көрсек бүгін. Бізде квадрат функцияның қасиеттері біз толық қайталап шықтық алдында. Бүкіл қасиеттерін қарастырып шықтық. Бізде бір есепте барлық қасиеттері тап деп те есеп келуі мүмкін. Оқушылар, төмендегі кесте, бізде төмендегі мына кесте. Кесте квадрат функцияның бүкіл қасиеттерін табуға болатын кесте бұл. Яғни бізде кез келген, біз қандай ол қасиеттер? Бірінші, бізде анықталуы болысы, екінші мәндер жиыны, үшінші өсу, кему, өсу аралығы, төртінші кему аралығы, симметрия өсі дегенді өткен болатынбыз. Квадрат функцияның ең үлкен мәні және квадрат функцияның ең кіші мәні. Біз бұларды тақырып бойынша қарастырып шықтық топтап. Бірінші күні біз екеуін табуды үйрендік, екінші күні өсу кему аралығын табуды, симметрия нүктесін табуды үйреніп кеттік. Сосын үшінші күні жаңағы ең үлкен ең кіші мәнін табуды үйренген болатынбыз. Енді қараңыздар, бұл кестеге қоймастан бұрын алдын квадрат функцияның m мен және n тауып алу керек. Себебі мына жерде қараңыздар, n, m деп тұр, яғни m мен n тауып алуымыз керек екен бізге. Бірінші квадрат функция бұлай беріледі, есеп беріледі бізде y тең ax квадрат қосылған bx қосылған с түрінде келген квадрат функцияны, яғни мына қасиеттерін табу үшін бізде m-ді табуымыз керек. m дегеніміз не? m тең минус b бөлінген 2a деген. Екінші n-іміз бізде не? Минус b квадрат минус 4a бөлімінде 4a. Мына осылар тауып алып, бізде a-ның мәніне қарай. a-мыз үлкен болса, мына бірінші бағанға қоямыз. Ал a-мыз 0-ден кіші болса, бізде екінші бағанға қоямыз. Міне осылай шығарамыз. Біз сіздерге қазір екі нұсқада қарастырып көрейік. Бір a-мыз 0-ден үлкен болсын, екіншісі a-мыз 0-ден кіші болғанда мысалдарды қарастырып көрейік. Енді оқушылар, мынамыз бірінші мысалға қараңыздар. Бірінші мысалда бізде не деп тұр? Y тең x квадрат минус 2x плюс 5 түрінде берілген квадрат функцияның, бұл жерде графигін салдыңыз, негізі қасиеттерін анықтаңыз деген. Болады бізде несін? Қасиеттерін анықтаңыз деп келеді. Бірінші, шешу үшін бірінші несін тауып алам? Квадрат функция коэффициенттерін тауып алуымыз керек. Несін тауып алуымыз керек? Коэффициенттерін. Яғни a-мыз неге тең бұл жерде? 1-ге тең, b-мыз минус 2-ге, с-мыз 5-ге тең. Енді коэффициенттерін тапқан соң m мен n-ге көшеміз. Бірінші m табам. m-міз неге тең бізде? Минус b бөлінген 2a. Біз бұл m-ді біз алдыңғы сабақтарда табуды үйрендік. Яғни минус бөлшек сызығын алымында минус 2, яғни бұлымыз минус 2-ге тең. Бөлімде 2 көбейтілген a, яғни 2 көбейтілген 1. Тең енді 2 бөлінген 2, яғни бұл 2 қайдан шықты? Мына минус пен минус не болып кетеді бізде? Плюс болып кетеді. Содан бізде плюс 2 шықты. 2-ні 2-ге бөлсек бізде 1 шығады. m-міз шықты бізде. Енді келесі екіншісіне n-ға назар аударайық. n-іміз бізде минус бөлшек сызығын сызсам, алымында b квадрат минус 4a бөлімінде 4a. Енді минус алымында минус 2-нің квадраты азайтылған минус 4 көбейтілген a көбейтілген b, яғни 4 көбейтілген 1 көбейтілген 5 бөлімінде 4 көбейтілген a, яғни 4 көбейтілген 1. Минус 4, енді мына жерде қараңыздар, бізде мына жерде 4 пен 1-ді көбейтсем 4, 4-ті 5-ке көбейтсем 20. Яғни мына 20 содан шықты. 4 азайтылған 20 бөлімінде 4 көбейтілген 1 4-ті береді. Енді алымында минус 16 бөлімінде 4. Енді қараңыздар, мына минус пен мына минус бізде плюсті береді. Сонда алымы 16 бөлімі 4 шығады. 16-ны 4-ке бөлсем 4 екен. m-ді таптық. Енді біз мына қасиеттерін табуымыз керек. Бірінші, яғни бұл жерде қалай қарастырам? Бізде 1, a-мыз 0-ден үлкен ғой.
Онда бір кесте тұрды ғой бізде. Кестеде тұрғанда амыз 0-ден үлкен деген кестеге қоясыздар. Міне, бізде амыз 0-ден үлкен, мен қасына жазып қойдым. Енді тек қана бүйтеміз. Бұлардың анықталуы болса, барлығында бірдей болады. Амыз 0-ден кіші болса да, үлкен болса да, минус шексіздіктен неге дейін? Плюс шексіздікке дейін. Екінші мәндер жиыны дейді. N-нен плюс шексіздікке дейін, яғни n-іміз неге тең бізде? N-іміз бізде міне 4-ке тең екен. Яғни бізде 4-тен неге дейін? Плюс шексіздікке дейін. Мына тек жақшасын ұмытпаңыздар. Келесі, өсу аралығы не дейді? M-нен плюс шексіздікке дейін дейді. Яғни 1-ден плюс шексіздікке дейін. Келесі, кему аралығы минус шексіздіктен m-ға дейін. Яғни минус шексіздіктен 1-ге дейін дейсіздер. Мына n тұр ғой міне. Келесі, симметрия өсі x-іміз тең m-ға. Яғни x-іміз тең 1-ге. Функцияның үлкен мәні, амыз 0-ден үлкен болса, үлкен мәні болмайды бізде. Жоқ, үлкен мәні жоқ дейсіздер. Келесі, функцияның ең кіші мәні ол y-тен n-ға. Яғни y-іміз n-ға, мына жерде дұрыс болмапты, n-ға дейді. Бұл жерде n-іміз неге тең? n-ға, бұл жерде n-іміз 4-ке тең екен. Міне осылай жазасыздар. Түсіндіңіздер ғой? Міне есеп бізде шықты. Біз анықталу болсын тауып қойдық, бүкіл қасиеттерін тауып қойдық. Міне мыналардың бәрі бізде есептердің бүкіл қасиеттері екен. Түсіндіңіздер ғой? Келесі, енді екінші, амыз теріс болса деп қарастырайық. Амыз 0-ден кіші болса, мысал берілсін. Бұл жерде қасиеттерін тауымыз керек. Мына жерде өсу кем аралығын табыңыз деп қоймыз. Бұл жерде қасиеттерін тауымыз керек. Функцияның қасиеттерін тап деп келеді. Енді бізде былай болсын. Бізде y тең минус 2x квадрат минус 2x минус 5 түрінде берілген квадрат функция қасиеттерін табыңыз. Яғни мынау анықталуы болсын, мәндер жиын, өсу кем аралығын, симметрия өсін, функцияның ең үлкен, ең кіші мәнін табуымыз керек. Ол үшін бірінші коэффициенттерін тауып болмай ма, коэффициенттерін тауып аламыз. Яғни амыз минус 1-ге, б-мыз минус 2-ге, с-мыз минус 5-ге тең. Амыз 0-ден кіші. Енді m-імізді тауып алам. M-іміз неге тең? Бізде минус 1-ге. Біз бұны тауды үйрендік. Екінші нені табам? N-ді табам. N-іміз бізде неге тең? Минус 4-ге. Енді қараңыздар, бізде жаңа кесте тұрды, Кестеде бізде бұлай тұрды. Кестеде байқасаңыздар, мына жерде амыз 0-ден үлкен деп тұрды да, мына жерде амыз 0-ден кіші деп тұрды, Енді амыз не бізде? Минус 1 ғой, Минус 1 бізде 0-ден кіші. Яғни мына кестедегі мағлұматтарды алады екенбіз, Ал соған көрейік. Бірінші анықталу болса барлығында бірдей болады дедім. Минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Мәндер жиыны минус шексіздіктен n-ға дейін дейді. Яғни минус шексіздіктен n-іміз неге тең? Минус 4-ке тең екен. Минус 4-ке дейін. Енді келесі өсу аралығы минус шексіздіктен m-ға дейін. Яғни минус шексіздіктен m-іміз минус 1-ге дейін. Енді m-нан плюс шексіздікке дейін, яғни кему аралығымыз минус 1-ден плюс шексіздікке дейін. Симметрия өсі x тең m-ға дейді. Бұл жерде x тең минус 1-ге болады. Келесі, функцияның ең үлкен мәні бұл жерде болады. Y тең n-ға, яғни y-іміз минус 4-ке тең. Функцияның ең кіші мәні жоқ. Бізде функцияның ең кіші мәні болмайды екен. Яғни бұл есептеде функцияның ең кіші мәні жоқ деп жазып қойсыздар. Міне бізде осылай есеп шығарады екенбіз. Түсіндіңіздер ғой? Міне барлық жауап. Осылай кестеге толтырып шығарсаңыздар, әдемі шығады жауаптарыңыз. Енді оқушылар, бізде мысал берейін, екі мысал. Бізде біреуімізді амыз үлкен 0-ден болсын, екіншісі амыз 0-ден кіші болсын, Осы есеп тапсырмаларды орындап көріңіздер. Егер амыз 0-ден үлкен болса, мына бағанға саласыздар, амыз 0-ден кіші болса, мына бағанға. Мына екі есепті шығарып, маған WhatsApp желісіне жіберіңіздер. Егер сұрақтарыңыз болса, WhatsApp-тан сұрасаңыздар болады. Тағы оқушылар, мынау сіздерге дайын, қалай айтсам болады, шпаргалкада сіздерге. Осыны сіздерге жіберемін, осыны шығарып алсаңыздар, егер дәптерлеріңіздің соңғы бетіне жазып алсаңыздар, бұл сіздерге дайын шпаргалка. Бұл сіздерге тек қана 8-ші сыныпта емес, үлкен сыныптарда да қажет болады. Дайын шпаргалка, яғни дайын форма ретінде қолдансаңыздар болады.